Ассаляму алейкум. Бүгін біз мандаринка тіс басарын дайындаймыз. 160 грамм пісірілген тауық етінен алыңыз. Оны өте кішкентай текшелерге кесуіміз керек. Терең ыдысқа салыңыз. Енді осыған 100 грамм ірімшік, содан кейін 2 пісірілген жұмыртқа, ең соңында 2 түйір сарымсақты үкіштен өткіземіз. Қаймақ қосыңыз, араластырыңыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш қосуға болады. Егер маса сәл құрғақ болса, тағы да қаймақ қосамыз. Нәтижесінде тығыз консистенция шығу керек. Бір ас қасық салманы алыңыз да шарларға айналдыруымыз қажет. Оларды әзірге тақтаға орналастырыңыз. Енді бізге пісірілген сәбіз керек. Оны ұсақ үкіштен өткіземіз. Содан кейін оған шарларды айналдырамыз. Оларды сәбізбен толығымен жабыңыз. Сіз осындай тегіс мандариндер аласыз. Жалбыз жапырақтармен безендіріп, үстелге жаюыңызға болады. Бұл өте сәнді, ерекше және дәмді болып шығады. Астарың дәмді болсын. Осы рецепт сізге ұнайтын болса, лайк басыңыз, пікіріңізді жазыңыз және біздің арнамызға жазылыңыз. Қоңырауға басуды ұмытпаңыз, сонда сіз әрдайым жаңа видео көретін боласыздар.